Сәлеметсіз бе? Мен бүгін сіздерге анимациялық мультфильм жасауға арналған Тунио сайтымен қалай жұмыс істеу керек екенін үйретемін. Ендеше кеттік. Браузерді ашып, Тунио сайтына кіреміз. Біз карандаш батырмасымен сурет саламыз, ал ширина батырмасымен енін өзгерте аламыз. Оң жақта суретке арналған түстерді таңдауға болады, ал сол жақта батырмалар жинағы орналасқан. Өшіргіш арқылы қажет емес затты өшіреміз. Ал осы батырма арқылы фигураларды бірден бояй аламыз. Мысалға міне. Одан кейінгі батырма арқылы салған суретті жылжытуға болады. Сарпінде тұрған батырма арқылы суреттің көлемін кішірейтуге немесе үлкейтуге болады. Үлкейткіш әйнек арқылы салған суретіміздің ең кішкентай бөлшектерін көре аламыз. Мына батырмалар арқылы алдында салған суретті кері қайтара, немесе керісінше алдыңғы салынған суреттерге орала аламыз. Егер сіздер Тунио сайтымен жаңадан қолданып жатсаңыздар, сұрақ батырмасымен керекті нұсқаулық ала аламыз. Міне, мына жерде барлығы жазылған, және де суретті толық экранға орналастыруға болады. Көк түсті батырмамен жасаған мультфильмді файлға сақтаймыз. Бұл қабаттар. Бірінші қабатқа сурет салсаңыз, тағы да қабаттар қосу арқылы мультфильм жасауға болады. Бұл жұмысты біршама жеңілдетеді. Мысалы, міне, мен тау мен бұлттардың суретін салдым. Екінші қабатқа басқа сурет саламын, ал үшінші қабатқа басқа. Көріп отырғандарыңыздай, қабаттарды плюс батырмасы арқылы көбейте аламыз. Ал осы батырманы бассақ, салған суреттеріміз бірігіп, мультфильмге айналады. Ең шетінде 4 батырманы көріп тұрсыздар. Ол настройки, көшірме, қою және ең соңғы батырма арқылы салған суретіміздің үстіне сурет қосуға болады. Тунио бұл анимациялық мультфильмдарды жасап шығаруға арналған ең қолайлы сайттардың бірі. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздер үшін ол қиын болмайды деген ойдамын. Осымен біздің видеомыз бітті. Назарларыңызға рахмет.